Секе келесі тақырып жалпы осы мәслихат отырысында қандай мәселелер талқыланды? Тағы бір қуантатын жағдайым бар, ол қуанарлықтай жағдай деп ойлаймын. Кеше өзіңіз көтеріп жүрген Қараторғайдағы су құбырын қосу мәселесі туралы шешім қабылданды. Ол шешім қабылданған халық дұрыс түсіну керек, бүгін ертең қосылып кетпейді. Құр соның жобалық документінің проектінің ПСД дейміз ғой, сол документ дайындау үшін бюджеттен 21 миллион теңге ақша бөлінді. Соның құжаттарын, сараптама құжаттарын дайындап, егер эксперт өтетін болса, оның жоба құны 1 миллиард 290 миллион көлемінде шығатын түрі бар. 75 шақырымдық құбыр, бұл жер астындағы су, кеше өзіміздің Торғай облысы орталығында сол судың мәселесі шешіліп қалатын түрі бар. Жалпы егер осы ПСД дұрыс өтіп, қазіргі біздің қаламыздың билігінің істеп жатқан шаруашылығы 24 жылдың бюджетіне сондай құжаттар дайындап жатыр. 24, бұл 23-дің құжаттары бәрі кеше өтті ғой енді. Біздің қалайтынымыз бар, қаламайтынымыз бар, бірақ әйтеуір айқайладық, шуладық, бірақ соның барлығы кеше біз көтерген мәселелердің барлығы талқыланды, соның барлығы етті, бірақ оның барлығы іске асатын болды, өйткені ақшасы бөлінді, ол қайтып кетпеу керек деген түсініктер болды. Сонымен олар біздің қазір айтып отқан мәселенің барлығы 24 жылғы бюджеттің алдын ала құжаттарын дайындау, сараптама құжаттарын дайындау. Сол мәселемен Қараторғай су құбырын қосу үшін 21 миллион теңге бюджет, 21 миллион бір тиынды бар еді, точно нақты есім жоқ, 21 миллион теңге сол құжатын жасауға қаржы бөлдік. Су мәселесіне. Оның сыртында бізде қаншама ауылдарға су тартылып жатыр екен, Қайындыға су тартылып жатыр, Қараторғай, Аржағы Шатырбай деген жерлерге ауыз сумен қамтамасыз ету бағдарламасы жүріп жатыр екен. Ашу Тастауылы, Үштөбе, сондай ауылдарға су тартылып жатыр. Сонымен біз толық 25 жылға ауыз сумен қамтылып қаламыз ба деген егер үміт бар, бірақ мемлекетіміз толыққанды сұраған ақшамызды беріп жатса, ауыз су мәселесі шешіліп қалады деген үміт бар. Өзіңіздің пікіріңіз, жалпы 25 жылға дейін арқалықтың маңайындағы барлық елді мекендерді сумен қамту мүмкін бе? Осыған сенесіз бе жалпы? Жоқ, енді оған қаражат болса мүмкін деп ойлаймын. Оған бәріне болмайды деп айтуға болмайды. Бұның енді негізі биылғы жылы өздеріңіз көрдіңіздер. Осы қалада кәдімгі анау сататын жерден таза су болмай қалды мысалы. Лай су ешкім іше алмайды ғой, шай іше алмайды қазір. Осы өте қиындығын биыл да көрдік, былтыр да көрдік, өткен жылда көрдік. Негізі бұны жасайтын мердігерлер дайын. Өзіміз екеуміз барып сөйлестік, бір мердігермен мысалы. Осы мәселені қазір қолға алса, осыны қосып береміз деген сөзге жиі бардық. Мен дайынмын, менде бәрі техникам да дайын, адам да дайын. Қазір ондай қаражат болатын болса, мен кірісіп кетер едім деді. Сол сияқты тек қана қолды байлап тұрған қаражат қой. Сол қаражат мәселесін оны 24 жылы, 25 жыл демей осы биыл жылы бір табуға болады ғой. Бұның өзі, мысалы облыстың басшысы іздейтін болса, халыққа деп. Оның міндетті түрде ол 1,5 миллиард теңге көп ақша емес. 1 миллиард 300 миллион деген ақшаны бұл тауып алар еді. Және оны келесі көктемге шейін қосып берсін қала халқына. Бұл керемет болып айтымды. Әсіресе биыл ауыл жылы дейміз ғой. Осы ауыл жылына үлкен сый болар еді халыққа. Мінекей енді мынау тастап кеткен Үштөбе, мынау Сарыөзен дейміз ғой. Сондағы мердігер тастап кеткеннің өзін осы қаланың әкімі, анау әлгі сол жердің отырған кәсіпкерлердің бәрі жабылып өздері қосты. Бірақ аяқ жағына келіп, жаңағы өзі сол мердігерге кірісіп, жақында ол Үштөбе ауылында су барды деп өзім естіп отырмын. Сол сияқты өзі бірінші адамға денсаулық керек қой. Денсаулықтың бәрі қайдан келді осы міне. Келіп жатқан, ішіп жатқан бірінші су мәселесі. Су мәселесі бұл қазақтың өз өмірін қысқартып келген осы су, лай су. Құрт су кәдімгі елді мекендерде кәдімгі тай суларда құрт шлау неше нәрсе қаптап кетіп, жоқтықтан соны іште ертеді адамдар. Қазір енді жаңа дәуір, жаңа Қазақстан халыққа жағдай осылай жасау керек. Бұны енді обязательно міндетті түрде оны президент шешпей-ақ, осыны біздің Құмар Нұргебай шешетін мәселе мүмкін Асановтың қолынан келмейтін шығар.
Сондықтан осы мәселеге дұрыс көңіл аударса деп өзім ойлаймын. Өзіңіздің пікіріңіз бар ма осы мәселеге байланысты? Жалпы осы лайлануға байланысты біз де мәселе көтергенбіз өз каналымызда, парақшаларымызда. Сол кезде кейбір қала тұрғындары несіне таңғаласыздар, бұл су тасып жатыр ғой деп жазған пікірлері бар тұғын. Жалпы бұл қалыпты жағдай ма? Су тасыған кезде қаланың суы лайланып кетуі? Жалпы біз қазір ашық су көздерінен су ішіп отырмыз. Иә, Ашотасты көлінен. Ол енді қолдан салған көл болуы тиіс. Су қоймасы ғой. Бірақ ол біздің су жинайтын жерге келіп, соның химиялық тазалықтан өтеді. Биыл сол химиялық тазалаудан өтетін жерде 680 миллионға күрделі жөндеу өтіп жатыр. Толық техникалық несін біле қоймаймын сипатын, қандай не өтіп жатқанын, бірақ сол басталып жатыр. Бұл дегеніміз ауыз суға көңіл бұру деген сөз. Сосын тағы айта кететін мәселе, северныйға тартылып жатқан су құбырлары, үштеуге тартылған су құбырларында тұрған мердігерлермен ортада үлкен жауапкершіліктің жоқтығынан үлкен мәселелер туындады. Оны шын айту керек, бірақ ол біздің заңда осалдық. Мен оған билікті кінәлай алмаймын, өйткені билік заңды тендерін өткізді, ұтып алды, бірақ егер мердігер жауапкершілігі жоқ болғаннан кейін осындай жағдайлар болып жатыр, оның арты сотта суға алып келеді, оның арты сол қосамыз деген судың өзі ұзарып кетеді уақыты, сондықтан да халықтың арасынан осындай түсінушілік шығып жатыр. Бірақ халықты ауыз сумен қамту деген мәселенің 25 жылға шешіліп қала ма деген үмітім бар. Өйткені Қаратоғайдың су қосылса, біздің арқалықтың мәселесі, су мәселесі толықтай шешіледі. Мен жалпы оған алып қосармыз.